Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев қала аудандарында шыңға өрлеу және белсенді ұзақ өмір орталықтарын ашу тәжірибесін жалғастыруды тапсырды. Шыңға өрлеу жобасының мақсаты қазыналы қариялардың өмірлік мол тәжірибесін өскелең ұрпақпен сабақтастыру. Клуб онлайн режимінде Алатау, Әуезов, Жетісу, Наурызбай аудандарында тұратын аз қамтылған отбасылардан шыққан 510 баланы қамтыды. Ал қалған аудандарда офлайн режиміндегі орталықтарда 390 бала тіркелген. Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдар қатарынан 72 кәсіби педагог жұмысқа орналастырылды. Әкімнің тапсырмасымен 8 аудандағы белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарын ашу жобасы жалғасын тапты. 2019 жылдың тамыз айынан бастап Наурызбай, Әуезов, Жетісу, Бостандық және Алатау аудандарында 5 мекеме ашылды. Ал былтырғы жылдың бірінші жартысында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы Түрксіб және Медеу аудандарында салынды. Мекемеге тіркелген кез келген қарт кісі мұнда 20 қызмет түрін тегін ала алады. Орталықта зейнеткерлер үшін ай күні йога, заманауи және классикалық би түрлері мен вокал сабақтары қарастырылған. Сондай-ақ мекеме мүшелері ағылшын тілін меңгеріп, тіпті компьютерлік сауатын аша алады. Жалпы қала бойынша 9 орталық жұмыс жасап жатыр. Қазір белсенді ұзақ өмір орталықтарында 21 мыңнан аса зейнеткер тіркелген. Көп жағдайда жұмыс істеп қалған адам болғаннан кейін бізге көбінесе адамдармен сөйлесу, қарым-қатынас, қоғамнан жеке қалдым деген ойдан арылу үшін біз орталыққа жиналамыз.